Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қарақат пен сүзбе қосылған ерекше пирог жасаймыз. Егер сіз кәдімгі ештеңке қосылмаған пирогты жасай беріп шаршасаңыздар, онда осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің пирогымыз влажный, өте дәмді болып шығады. Осы видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар, сонда сіздерге түсінікті болады. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 4 жұмыртқа. Жұмыртқамызды ыдысымызға салған соң шекердің кезегі. Мен бұл жерде 220 грамм шекер қосамын, және де қалауларыңызға қарай ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Осындай кішкентай пакетін қосып, енді осы жұмыртқа мен шекерімізді миксерлаймыз. Біз бұл жерде жұмыртқамыз 2 есе көтерілгенше миксерлаймыз. Достар, осы пирогтың толық құрамын сіздер видеоның астынан таба аласыздар. Мінекей біздің жұмыртқамыз 2 есе көтерілді. Осы кезде миксерімізді сөндіреміз. Келесі кезекте бізге керегі 200 грамм айран. Айранның орнына 200 грамм сүт қоссаңыздар да болады. Сосын майдың кезегі. Менде бұл жерде 135 грамм ерітілген сары май. Сары майдың орнына сұйық май қоссаңыздар да болады. Май мен айранымызды құйып болған соң жақсылап тұрып венчиктің көмегімен араластырамыз. Ендігі кезекте ұнның кезегі. Мен осы пирогқа барлығы 350 грамм ұн қостым. Осы ұнның бәрін міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнның бәрін електен өткізіп болған соң бізге керегі осындай қопсытқыш. Бір пакет қопсытқыштың бәрін қосамыз. Осы бір пакеттің ішінде 18 грамм қопсытқыш болады. Ұнымызды қосып болған соң ары қарай миксердің көмегімен араластырамыз. Біз бұл жерде шамамен 1-2 минуттай араластырсақ жеткілікті. Мінекей достар, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі болып тұр. Бұл жерде біздің қамырымыз біркелкі, қоймалжың қамыр болып шығу керек, және де осындай орташа сұйықтықта болуы қажет. Енді бізге 300 грамм сүзбе қажет. Бұл жерде қолдың немесе дүкеннің сүзбесін қолдана берсеңіздер болады. Осы сүзбемізге 100 грамм шекерімізді қосамыз, және де бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Сүзбемізді жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте бізге керегі 1 ас қасық жүгері крахмал. Крахмалымызды қосамыз да тағы да араластырамыз. Бұл жерде крахмалды без горки қосыңыздар. Біздің пирогымызға қосатын салмамыз дайын болды. Ал енді қамырымызды формамызға құяйық. Ол үшін формамызға пергамент қағазын төсейміз, және де шет-шетін майлап шығамыз. Жабысып қалмас үшін қамырымызды осылай құйып шығамыз. Лопатканың көмегімен қамырымызды тегістеп шығамыз. Және де сіздер осындай таяқшаның көмегімен қамырларыңызды тегістесеңіздер де болады. Қамырымызды тегістеп болған соң, енді біздің салмамыздың кезегі. Осылай қамырымыздың үстіне 2-2 ас қасықтан сүзбелерімізді қойып шығамыз. Достар, осы менің YouTube каналымнан басқа да тәттілердің, тағамдардың рецептісін таба аласыздар. Мысалы, хит руккола салаты, восточный пирог, пончик, немесе жұмсақ болып шығатын пиццаның рецептісін таба аласыздар. Келесі кезекте бұл жерде өздеріңіздің қалауыңызша осы пирогты жеміс-жидектермен сәндесеңіздер болады. Менде бұл жерде қарақат, және де қарақат, ол мұздатылған қарақатты қолдандым. Осы қарақаттың орнына құлпынай, малина қолдансаңыздар да болады. Осылай әр сүзбеміздің үстіне 3 штуктан қойып шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 55-50 минут аралығында пісіреміз.
Қараңыздар достар, сіздердің пирогтарыңыз осылай қызарып, таза пісу керек. Осы пирогтарыңыздың піскенін таяқша арқылы білсеңіздер болады. Таяқшаларыңыз құрғақ болып шықса, пирогтарыңыз пісті деген сөз. Қалауларыңызша пирогтың бетін осылай қант ұнтағымен сәндесеңіздер болады. Негізі бұл пирогты суытып барып, сосын барып жеу керек. Бірақ мен шыдай алмадым. Иісі деген бүкіл кухняның иісін алып жатыр. Мен бұл пирогты кішкене 10 минутқа ғана суыттым да, сосын дәмін татып кесіп жеп көрдім. Сіздерге пирогты кесіп көрсетейін. Бұл жерде біздің пирогымыздың сырты қытырлап тұр, ал ортасы жұмсақ, влажный болып піскен. Өзіме шынымды айтсам қатты ұнады. Қараңыздар, кесілген кездегісі өте әдемі көрініп тұр. Достар, осы пирогты міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осы пирогты жасап, дастарханға қойып, қонақтардың алдына ұялмай ұсынсаңыздар болады. Егер осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, бұл пирогты жасау өте оңай екенін түсінесіздер. Қарасаңыздаршы, біздің бұл жердегі пирогтарымыз өте жұмсақ, әдемі екені көрініп тұр. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де осы пирогты жасап, қалай шыққанын комментарияға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.